Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Сәлеметсіздер. Құрметті білім алушылар, бір-бірімізге ізгі тілек білдіру арқылы сабағымызды бастаймыз. Ал, білім алушылар, Алина, сізге бүгінгі күніңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Саған табыс тілеймін. Рахмет. Ендеше білім алушылар, сабағымызды үй жұмысына берілген Қазақстанның мәдени жерлері тақырыбында жобамызды қорғауды бастайық. Жапақлы өзені Ақсудан 2 есе кіші. Алина, Берілген ақпараттар қызықты болды. Мен білмейтін жаңа ақпараттар алдым. Жобамыздың тақырыбы домалақана кесенесі. бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы экотуризмнің дамуы. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты Абайдың табиғат лирикасы негізінде қазақ тілін оқытудың тиімді тәсілдерін қолдану арқылы білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Видеоматериалды көріп шықтық. Енді қазір осы видеоматериал бойынша тапсырма орындаймыз. Нұрамина, келіңіз. Ал енді білім алушылар, келесі кезекте бізде қазақ тілімізді жақсарту мақсатында, жеңіл үйрену мақсатында Абай Құнанбаевтың Желсіз түнде жарық ай атты әнін бірге орындайтын боламыз. Ал енді қобыздың сүйемелдеуі арқылы бірге шырқаймыз. Дайынсыздар ма? Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп. Ал сіздерге берген тапсырма қандай болды? Шашты пиццерин алмашын ашу. Жақсы, ал Тау, тас және ағаш, өзен бейнесі суреттелген. бейнесі суреттелген өлең. Өте жақсы. Рахмет, бақыттарыңызға. Сабағымыздың мақсатына оралатын болсақ, біз бүгін Абайдың табиғат лирикасы негізінде қазақ тілін жеңіл әрі оңай үйрендік деп ойлаймын, және сол табиғат лирикасы негізінде тапсырмаларды орындау барысында да сіздер өздеріңіздің қазақ тілі деңгейлеріңізді көтердіңіздер деп есептеймін. Олай болса, білім алушылар, келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз.